Ығыстырылған судың салмағы динамометрдің көрсеткішін төмендететін күшке тең не тең еместігін анықтау үшін Архимед шелегін қолданамыз. Берілген серіппе ұшына бос шелекті және көлемі бос шелектің көлеміне тең жүкті орналастырайық. Көрсеткіштің орналасуын А нүктесі деп белгілейік. Жүкті суға батырғанда серіппе сығылады және оның көрсеткіші жоғары орналасқан Б нүктесіне ауысады. Жүкті суда қалдыра отырып, біз шелекке су толтырамыз. Шелек толған кезде индикатор А нүктесіне қайтадан оралады. Бұл тәжірибеден денеге әсер ететін Архимед күші дене ығыстырған судың салмағына тең деген қорытынды жасауға болады.